мынау оңай әдіс арқылы домбыраны қалай тарту керек. Қазақ осы әні, армандастар әні. Яғни мына сандарды тек санап табамыз. Үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан басамыз домбыраны. Яғни мынау үсті, мынау асты болады. Мысалы, бір болса бірінші пернен басамыз, екі болса екінші перне. Асты, мынау асты, мынау үсті. Қараңыздар. Мынау қағыс төменге деген сөз, ал мынау жоғарыға. Мына екі сан бір қағыс болады. Біз ауылдың екінші пернен болса, екінші пернен былай 1-2 деп басамыз. Осы оңай әдіс арқылы сіздер де үйреніп кете аласыздар. Қазақ осы әні бар, міне аягөз қайда барасын әні бар. WhatsApp арқылы жіберетін боламыз. Кім алғысы келеді, комментарийге жазыңыздар. WhatsApp нөмір қалдыратын болам. Дүние термесі, міне түрлі арман. Үйреніп алыңыздар, міне өте ыңғайлы әдіс ол үйренуге.